сәләфилік бағыттағы кісілер имандылықты бір сыртқы атрибутикамен өлшейді да. Сол сыртқы атрибутиканы неғұрлым жарқын қылып көрсетсе, бір имандылығы соғұрлым көрінетін сияқты көрінеді өзіме. Өзі сақал деген мысалға ер адамның көркі. Оны мен сақалым болмаса да мен оны жоққа шығарамын. Еркектің көркі сақал, әйелдің деп сөздің көркі мақал. Әйелдің көркі орамал. Ол белгілі дүние. Оны біз жоққа шығармаймыз оны еш уақытта. Енді менің сақалым бар, мен кәміл мұсылманмын да, сенің сақалың жоқ, мұсылман емессің деген сөз ауыр сөз. Қайдан білдің сен кімнің кәпір екенін, кімнің мұсылман екенін? Және ол мұсылманшылықты киімге тіреп қойған, балақтың қысқа болуы, жаңағы намаз оқыған уақытта осылайынан оқу, оның сақалы болуы деген сияқты нәрсеге апарып тіреп қойған. Осылайынан тірегені. Сондай бір ауылды жерлер, қалада да бар, мықты бір уәдесіне берік, сөзінде тұратын, алдаған еш уақытта білмейсің, шыншыл адамдар бар. Бірақ Құдайды енді танып намазға енді келуі мүмкін, болмаса намаздан хабар жоқ болуы мүмкін. Болмайды олай біреуді айыптауға. Бұлар атрибутикамен айналысып кеткен ғой. Осылардың кесірінен деп айтамын мен. Осылардың кесірінен бізде орамалдың қадірін шынымен төмен қарай түсірді. Әйел азаматтардың қадірін екеу алып, үшеу алып, төртеу алып, қайта-қайта ауыстырып, оның да қадірін көрді. Және сақалды адам көрген уақытта біз дінтанушылардың өз, имамдардың өз бетеп, уайымдап қарайтын жағдайға жетіп қалдық. Кім бұл? Неге сақалы бар? Қазақ әйел алған уақытта да оның ретімен еді. Әмеңгерлік дегенде бір жай сөз емес еді. Және бірінші, екінші, үшінші қатын деген сөз жоқ. Бәйбіше деді, тоқал деді, ақ қолтық деді, жас иіс деді. Мысалға да осылайынан әрқайсысына ат қойып қойған еді. Және оның жолы бар тұғын, реті бар тұғын, еш жұрттың барлығына емес еді. Бұл бір бөлек мәселе ғой. Осының барлығын өз мақсаттарына пайдалана ма? Өз мақсаттарына пайдаланды және жек көрінішті көрсететін дәрежеге жеткізді негізінде. Және мен білмеймін, мен көзіммен көрген жоқпын, еститініміз бар, сенің балаң, менің балам деген түсінік бар дейді, оны білмеймін енді шыны керек. Қайсына сенің балаң? Енді анау, мысалы алдыңғы күйеу көріп қалды, басқа бір күйеуге тиді. Анау алдыңғы бала соңғы шығар, кейінгі бала онікі ма, ана бала мынанікі ма, олар бүйтіп өсіреді дейді. Ұру деген нәрсе маңызды емес, ұлт деген нәрсе маңызды емес. Мұсылмансың, ақисың, оқытисың болды. Неге маңызды емес, бізге маңызды деймін ол. Маңызды. Мен қалай қазақпын? Мынау, мысалы, оюлар тұр ғой. Осы мынау, сол оюмен мен қазақпын, мысалы. Мен киген шапаныммен қазақпын. Оюлы мен жаңағы тақиямен қазақпын, кимешекпен қазақпын, сәукелемен қазақпын. Ұзын етек, көйлек кәмшат, мысалға да бүрмелі. Сонымен мен қазақпын ғой. Өзбектің өзінің ала топысымен өзбек. Өзбек өзінің ұлттық құндылықтарымен өзбек, татар ұлттық құндылықтарымен татар. Алла тағала Құран кәрімде айтты ғой, ұлт қылып, тайпа қылып жаратты, бір-бірімен араласу үшін, бір-бірінді тану үшін, араласып тану үшін. Бұлар қап-қара қылып киіндіріп қойып, мен айтамын да орамалын тақ, бірақ түс көп қой, көк, қызыл, жасыл, ақ, сары, қоңыр, түс көп қой. Неге қара түс деймін, неге жабысып қалдым? Қара жамылу деген мағынасы. Қазақта мағынасы жамылған негізі. Не үшін деймін, оның бет аузын жауып алған кім екенін білмейміз. Мына Исатай мен Махамбеттің бір несінде бар ғой, сол анау Қоқан ханның уақытысында ма бар бір паранжа киген әйел кісіге қайта сөз айтып жүріп, кейін қарасам кемпір екен деген осындай бір отрывок бар ғой, білесің бе? Енді ол жерде енді Совет үкіметіндегі жазылған бір нелер шығар, бірақ бәрібір бетті не үшін жабатынды түсінбейсің ғой, шынымен.